төтенше жағдай енгізуіне байланысты Түркістан облысы полиция департаменті жеке құрамы күшейтілген түрде қызмет атқаруда. Бүгінгі таңда Түркістан облысы бойынша 30 шеп бекеті блокпосттар бар. Бұның ішінде республика маңызы бар тас жолда 2 блокпост бар. Бұның біріншісі бұл Кентау қаласына қарасты Қызылардағы шекаралас блокпост Сауран, және екіншісі Түлкібас ауданында Жамбыл облысына шекаралас екінші блокпост бар. Қазіргі кезде осы блокпосттың қызметі бірінші полиция қызметкерлері, және медицина қызметкерлері, және көлік инспекция қызметкерлері қызмет атқаруда. Медицина қызметкерлерінің міндетінде осы барлық автокөлік тоқтатып, оны жеке жолаушылар тексеріп, жолаушылардың дене қызуын тексереді. Дене қызу болмаған соң, олар Түркістан аумағына кіріп отыр. Қазіргі кезде осы 4 күн ішінде бірде-бір жолаушы қызуымен келген жоқ.